Bismillahirrahmanirrahim. Армысыз. Енді себеп болып жатқан осы сұхбатқа енді айтылып жатыр ғой, мынау Сұлтан бауырымыз енді рухани бір саты болса көтерілуге, өсуге, сол осы жайнаққа келгенде осыған дейін ата-бабалармен қолдаумен осылай келе жатыр ғой. Енді сол өсетін, көтерілетін бір уақытта келген шығар деймін енді. Солай үкім түсіп отыр. Жайнақтан батыс жаққа сапарға шығып қоныс аударуға деген. Енді бұлай осы жайнаққа да келеге бұлай кішкене сөйлесіп жүреміз ғой. Қытай жақтан жер аударып осында келіп, әртүрлі жұмыс істеп, артында мұнда әйтеуір өнер сондай меңгеріп жатқанның жанын әртүрлі жұмыс кәсіптерден өз басым мен мысалы өз сенің жасыңда мас болып жүргенмін. Енді мынау Сұлтан бауырымыз бір саты болса, неге де бір көтерілсе, бір ата жолында бір жеңіс есептеймін мен. Неге біз мынау бір болып бір елімізде бір 2-3% болса да көрсетеміз жүрміз ғой осылай ата жолында. Туысымыз, жақындарымыз көбі қарсылық білдіреді бізге. Секция дейді, анау мынау дейді, адасып жүр дейді. Негізі біз қашан жеңіске жетеміз? Біз осы Қазақстанда қанша біз қазағымыз 10 миллион болса, біз 2-3% болса да, оған мүмкін ол 1% болса да тілегіміз солай қабыл болу үшін, жеңіске жету үшін сондай бір толық енді көпшілігі жетпейді ғой ата жолында. Құдай есімен жүргені көп емес қой. Бірақ енді сол кезең келген шығар деймін. Сол 2-3% енді Сұлтан бауырымыз енді батыс жаққа барып, артынан еретін сондай осы кезеңге дейін меңгергеніңді көрсетуге халыққа солай соңынан еретін адамдары мүмкін болады шығар енді. Қысқа айтқанда былай өсіп өнімізге осы ата жолында үкім түскен шығар деймін енді. Жеңісті енді алыс емес, жақын шығар деймін. Енді тағы мынау айта кетейін, құрбандығың мынау қабыл болсын, беріп жатқан асың, ризашылығыңды білдіреміз. Енді сапарың оңды болсын. Айтып отырмын ғой, енді мынау тек қана біз өз басымыз емес, мынау сенің меңгергенің, көргенің, қазақ айтады ғой, көп жасағаннан сұрама, көп көргеннен сұра деп. Енді сол жинаған білімдеріңді осылай әртүрлі тәжірибе осылай жинағандарыңды тек қана өз басың емес, халыққа қызметің болсын, көрсететін халыққа болсын. Алдында сол бізден озатын бол, халыққа көрсететін үлгі болу жүр осылай. Ата жолының алдында жүрді. Осылай мен тілегім осы саған. Әрине біз енді көп жасымыз кішкене келіп қалса бізге қиында, біз көп нәрсе жіберіп алдық. Саған енді жас кезінен осылай бұйырғасын, енді сен міндетті түрде бірден озып алда жүретін болу керексің. Сондықтан осылай саған үкім түсіп отқан шығар. Енді көп сөз айтылып жатыр ғой енді. Былай тағы айтарымыз енді не болды? Шын ниетіміз осылай ақ жол тілейміз Сұлтан бауырымызға. Ертең сырттан басқа кісілерден еститін болды,
сұлтан мынандай болды, анандай болды, анандай не болып жатыр деп осы сондай соған жетейік. Жақсылық естейік. Иә, Жақсылық естейік те. иә. Айтарым осы болсын енді. Жолың ақ болсын. Жақсы. Иә. Жақсылық болсын. Жолың болсын, аман есен. Ал жақсы. Енді мына енді айтады ғой, қарағайға қарап тал өсер, тәрбиеге қарап бал өсер деп. Енді мынау жастар көбінде өзінің алдындағы үлкендерге қарайды, соларға қарап бой түзегісі келеді, солардан бірдеңе қажет екен біледі, соны аңсайды. Енді менде де сондай енді іштей болды сіздерден, ағаларыма қарап осы кісілерден сондай бір не үйренсем деп. Енді бір жағынан мен кішімін ғой осы ортада, енді кейбіреуіңіздің балаңызбен жастымын. Енді інілік негізі менің сіздердің алдыңыздағы інілік борышымды, міндетімді атқардым деп айта алмаймын. Былайша айтқанда дұрыс іні бола алмадым. Бұл менің кемшілігім. Өйткені кей кезде енді мысалға мына Ерсайнаға қой сойып жатыр да, Нұрғисаға көмектесіп. Сол қойды неге мен соймаймын? Қолымнан келеді, соя аламын, бұл кісіден жылдам соямын, әрі жаспын. Бірақ соған өзімді итермелеп, өз еркіммен, өз ниетіммен барып, соны союға іште қарсылық тұрады. Ол қарсылық бәрімізде де бар. Мына 70-ке келген кемпірлерде, 80-ге келген әжелерде де бар ол қарсылық. Ана 80-ге келген ақсақалдарда, үлкен кісілерде де бар. Соны жеңу өте қиын екен. Енді айналып келгенде біз енді сол баяғы жаңа Абай атамыздың 3-4 жылғы әдетін өмір бойғы жендетің деп, енді бала кезден сол өскен ортамызға тәуелді болды. Енді ата-аналарымыздың да жаңағы берген тәрбиесіне тілден алатын қуаттың жетіспей қалуынан да, енді ол жан-жақты деп ойлаймын оның себептері. Айналып келгенде осы жаңағы айтады 9 кісілік дейді, жындық қуатымызды, мұсылмандығымыз дұрыс меңгере алмай жатқандықтан әлі де. Енді адамдықты айтпай ақ қойып, ол ары қарай ғой. Жалпы енді осы мұсылмандық соны дұрыс меңгере алмағандықтан деп ойлаймын. Енді көш жүре келе түзеледі дейді, қазақ айтады ғой енді. Енді 3 жылдан алдымен салыстырғанда ол кезде қандай едім, қазір қандаймын? Өзгеріс бар. Ата жолына келіп осы ата жолынан бергенімнен алғаным көп. Былайша айтқанда ата жолына қарызбын. Жұмыс істеп жатырмыз, қызмет атқарып жатырмыз дей тұрғанмен қарызбын, қанша жерден айтсам да. Сондықтан енді алдағы уақытта сыйластығымыз болсын, аға бауыр. Енді қай жерге барсақ та енді қазақ, ол жақта да қазақ, бұл жақта да қазақ, қазанның құлағы 4 дейді, қазақ айтады. Енді қиындықсыз болмайды. Енді өзім де соны ойлаймын. Солай өтпеген сындардан, өтпеген қиындықтардан өтсем, сол арқылы шыңдалсам, тәжірибе топтасам, халыққа бір пайдам тисе, көпке пайдам тисе деген. Енді әрқайсымыздың іштегі армандарымыз деп ойлаймын. Сондықтан енді амандықта болайық. Тағы алып осы айтарларыңыз болса енді. Не қосылып тұр, айта беріңіздер. Не туралы? Айта беріңіз не туралы болса да. Ой, не болды? Енді мен осы жайнаққа келгелі 4 ай болып қалды. 4 айға толды толық. Келгенде де мен мұнда жайнаққа аруақтың жетегімен келдім. Өз бетіммен келем деп ойлаған да жоқпын. Негізі аруақ маған жол салған семейге қара шаңырағына бар деп, құрбандық шалу керек деп. Соны мен шаңырағыма барып құрбандық шалдым. Одан кейін енді бірталай болған жоқпын ғой үйде, семейде 1 жылдай. Содан маған Саянменен қара шаңырағына бар, құрбандық шал, аруақтар кіре алмай тұр дегесін. Шаңырағыма бардым, енді үйде болам деп ойладым ғой. Бірақ маған 30 күндей перде салды барғанда үйде. Сонда мен үйіме барғанменен ешқайда шыға алмадым, перде салғаннан.
не былай туыстарыма да бара алмадым, не бір көршілеріме кіріп шыға алмадым, мысалы үшін. Көңіл айтып, немесе тойға қайырлы болсын айтып, сондай жерлерге бара алмадым. Сол тура 30 күн перде болғаннан кейін, біткеннен кейін кіріп шығам деп ойлағам ғой. Сол перде бітпей тұрып, 3-4 күн қалғанда маған Жайнаққа деп жол салды, асқа тұрасың. Сонда мен ойлаймын, анда да мында да жүргізбей аруақ сол қара шаңыраққа барып құрбандық шалдырды да дереу осы жаққа алып келді. Мысалы үшін ешқайда шықпай, ешқайда барғызбай. Ол да бір ойлаймын мен аруақтың солай қолдауы, жетегі деп, солай болған деп. Соны енді осы Жайнақта жүріп жатырмын. Асқа тұрдым. 4 айдай болып қалды. Осы азаматтардың тамағын пісіріп, даярлап беріп жатқаныма, ақталып жатқаныма, осылай тазарып жатқаныма шүкір, Аллаға шүкір деймін, тәуба деймін. Бұл да екінің қолынан енді бола бермейді олай. Етіп жолдап аруақ келем деген кісілер Жайнаққа бабаның ортасына көп келеміз дегендер. Бірақ сол таңдау маған түскеннен кейін мен келдім, былай аманатты орындайын деп. Жаман емес, жақсы. Осында келгеннен кейін ашықтым. Бір ай оның да хикметін көрдім, ашыққанда. Енді айта берсен, аруақтың жетегі керемет енді. Батада маған түсті ашу керек деп. Мен енді білмеймін, неше күн қалай ашу керек екен, ашығып көрмеген екем. Содан 3 күн ашығам деп ойладым ғой өзімше. 3 күн ашық алсам жарайды деп. Сол 3 күн емес, маған Нұрғиса 15 күн ашу керек дегеннен кейін, соған ниеттеніп өзім қабыл алдым, енді 15 күн көрейін деп ашық. 15 күн ашыққаннан кейін маған көкейге жалғастыр деген келді. Содан мен соны ойлап жүргем, әрі қарай жалғастырам ба деп. Осы тамақ беруге келгенде маған Нұрғиса әлі жалғастыру керек сізге дегеннен кейін мен тағы да 15 күн жалғастырдым. Сонымен бір ай ашықтым. Ашыққанда 15 күн ештеңе сезген жоқпын. Қарным да ашқан жоқ. Ештеңе ашығып жүргенде ауыртпашылық сезген жоқпын. Жүгіріп жүрдім, тамағымды істеп, жұмысымды орындап былай. Бірақ ешқандай сондай маған ашыққан былай батып, сондай ондай болған жоқ. Енді келесі 15 күнге ашыққанда, сонда бір 7 өткеннен кейін ары қарай мен қинала бастадым осы ашыққанда. Жаным қиналды ғой, кәдімгідей. Сонда мына ашығудың да адамға пайдасы өте көп екен, зор. Бір жағынан денсаулыққа, екінші жағынан рухани жағынан мына жан тазаруына, мына қан тазаруына, жан тазаруына сондайға керемет әсері бар. Сонда мен сол 20 күннен кейін маған аруақтың белгісі түсе бастады, қайта сон белгілерін ала бастадым. Одан мынау 12 мүшем ауыра бастады, қозғалып. Әсіресе іш құрылысым ауырды, шектерім, асқазан деген солқылдатып ауырып, әзер 2 бүйірім қысылып, солай қозғады. Жаным шығып кете жаздады, қатты қиналдым. Аузымды ашып жіберем бе деп едім, бірақ сабыр сақтап, сол 30 күнге дейін шыдадым. Сонда түс аян көрдім, және де батада да маған сол ақтыққа оранып жатып, жеңілдігін ал дегендей. Соның жеңілдігін алып, соның хикметін көрдім. Ашық. Өте жақсы. Сол ашығудың бір несі әйел адамға тазару жүреді. Тазару жүргенде мына жын сайтаннан, сондайдан
өте жақсы әсері. Бұрын менің бұрын ашыққан жоқпын ғой. Осы ашыққан кезде менің басым шулай бастады. Осы 20 күндердің асқаннан кейін басым қатты шулады. Одан кейін сол басым шулағаннан кейін сол бір дыбыстар келе бастады сондай. Сон құтыла алмай қойдым ғой сондай. Бұл не нәрсе деп. Ойлатқызбайды адамды. Сондай бір не пайда болды. Содан кейін сөйтіп жүріп мен ашығып сөйтіп зор қиналғаннан кейін бір-ақ күнде сол сап басылды. Кәлима айтып, сол Құдайға сыйынып, солай әбден сол ашығудың қиналыс шегіне жеткенде, сол қатты қиналыстан өткен кезде сап басылды бәрі. Осы Құдайдың хикметі деп ойлаймын мен. Керемет енді. Осыдан тағы бір сондай өзімді мазалайтын бір ауыртпашылықтар болатын бойымда, сол қалды менен. Соған қазір қуанам. Енді осы жайнақта жүріп мен шүкір деймін Құдайға, тәуба деймін, жақсылықты көріп жатырмын, алып жатырмын. Енді тазарып та жатырмын. Қаншама мынау азаматтар ас арқылы тазарып жатырмын. Ол да бір шүкір жақсылық деп ойлаймын. Енді осы бір қысқа бір әңгімені айтып кетейін деп отырмын өзім мына шелпек туралы. Өткенде сол айтқанмын. Өзімнің бір танитын кісілерім болған ауылда. Сонда сол танитын кісілерімнің қыз баласы аварияға ұшырайды да. Сонда аварияға ұшырағанда джиптан аударылған ғой, қатты келе жатыр. Содан әлгі бала бір жақ, оң жағын, жамбасын, аяғын бәрін шағылды, сынды. Содан больницаға түсі қалып, оған темір салып, солай жарты жыл жатты. Жарты жыл төсек тартып жатты, аяғы ісіп. Бұлай ақырын балдақпен жүріп жүрді, бірақ қиналысы болды. Содан менің ұлым больницаға барып тұратын, айтады ғой, сынықшыға барсаншы деп. Бір көзін сынықшыға деп. Сонда анасы қарсы болады. Жоқ, аяғында темір тұр, қаншама операция жасады, болмайды, қозғауға болмайды, жоқ бармайды деп сөйдеді. Жарайды енді, о кісі түкті де істемейді, тек қана көреді болды деп. Содан әлгі бала қиналғаннан кейін, жанына батқаннан кейін, бір айдан кейін келсет, жарайды барайын деп, соны звондайды. Сол маған келеді, тәте, мен апарыңызшы сынықшыға деп. Ол сынықшы бізден 5-6 үй қасымда тұрады менің. Апа, үлкен кісі. Ол кісі керемет сынықшы болған. Сол кісіні дәрігерлер травматологиядан жасырын алып кетіп отыратын. Сондай күрделі сынықтарға. Содан әлгі апаға апардым мен. Апарғанда ана баланың аяғын көреді. Жай ғана көрем дейді, сым тұр ғой аяғында. Содан аяғын көреді, аяғын көргеннен кейін айтады, екі жерден дұрыс салынбаған, орнына түспеген, шығып кеткен жері деп. Анау кескен операциясынан бөлек. Содан маған айтады, бір талай уақыт өтіп кетіпті, енді мен көрейін, сөме орнына түспейме деп маған мықтап белінен ұстады. Содан мен белінен құшақтап алам артынан келіп, қозғалтпай. Содан апа аяғын анан түзейді. Содан ойбайлатып отырып аяғын салады. Сонда ана қыз жылайды ғой, керек жоқ, жанына батады енді, осылай қала берсінші деп. Жоқ, сәл шыда, түседі екен орнына деп. Аяғының тобылғысыменен мынау несі бар ғой, тізесі, сол жері түспей қапты орнына. Соны орнына түскеннен кейін, соны ана сынықшы айтады ғой, кампара майын жақ 3 күн, тұрма, қозғалмай жат 3 күн деп. Содан әлгі бала сразу жеңілдегін алады сол салғанда. Жақсы болып қалдым деп. Содан 3 күн тұрмай жатады. Сол камфора майын жақ дейді. Жоқ, жағуға болмайды, маған врачтар айтқан болмайды деп. Бір маздары бар мынада тюбикта. Соны ғана рұқсат деп. Содан әлгі
майды көрсеткенде, мазды, ана кісі айтады, бұны жауға болмайды. Бұл анау аяқтың капиллярный тамырлары бар ғой, сыртта тұратын. Ұсақ-ұсақ тамырларды күйдіріп ұстайды дейді. Негізі. Қампыра майы ғана пайдалы деп. Бірақ оны күнәра жақ деп. Содан әлгі баламыз 3 күн тұрмай, сабағына бармай, сөйтіп неткеннен кейін орнына түсіп, ісігі қайтады ғой. Жарты жыл ісігі қайтпаған, ісігі қайтады. Содан жап-жақсысыз, балдақсыз жүріп кетеді. Содан әке шешесі құрбандық шалайық, енді баламыз аман қалды деп құрбандық шалады. Сонда ірі қара шалады, бүкіл ауылды шақырып. Содан мен барам. Содан кейін әлгінің бәрін көріп, стөл жасап атқанды көріп, үйбай-ау, шелпектерің қайда деп сөйдеймін. Шелпек қоймайсыңдар ма десем, жоқ, шелпек керек жоқ. Құрбандық шалғанда шелпек пісірмайды, ірі қара малға деп сөйдейді. Кім айтты пісірмайды деп. Иә, солай деп. Содан біраз ауылдағы әйелдерден сұрайым, шелпек пісірмаушы ма еді құрбандыққа десем, көбі білмейміз дейді ғой. Білмейміз деп сөйдейді. Содан үлкен кісі, сол апа айтам ғой, шелпек неге жоқ деп. Жоға, керек жоқ. Не керек жоқ, шелпек керек емес, құрбандық қан шығарды ғой, болды сол жетеді деп сөйдейді. Мен сосын үндеген жоқпын. Содан Құран оқылып, ет желініп, халық тарқады, кетіп қалдық. Тура бір ай өткеннен кейін ана бала қайта аварияға ұшырайды. Тура сол аяғынан аварияға ұшырап, сөйтіп калека болып қалды. Содан ойладым мен міне. Шелпектің құдіреті. Сонда құрбандық шалды, енді шелпек неге пісірілмайды? Сонда сол шелпектің құдіреті керемет болып тұр ғой. Соны қалай болып тұр сол шелпектің құдіреті? Бұл жерде. Ашылық қой. Сөзден ашылық кетіп қалды ғой. Өйткені бұл жерде шелпектің жаңағы бұлар қадір қасиетін дәрежесін түсінбей тұрды. Олар жаңағы айтады ғой, мен жаңа мал шалдым. Мемендік қой, мен мал шалдым, болды. Іс бітті деген сөз ғой. Бірақ ақыры не болатын олар пайымдап жоқ та. Негізі шелпекті адам баласы ойлап таппаған. Бұл тылсымнан Алланың қалауы түскен. Бір күш қой ол тылсымнан. Өйткені бұл жерде шелпекті айтатыным, өткенде осыны зікірде отқанда, неде ақшамы зікірде отырдым ғой. Сонда маған келді ақпарат. Ер адамдардың бәрі шелпек пісірсін деді. Әйел еркекті бөлмеген шелпек пісіреді деген. Соны маған айтты, шелпек пісіріп аламын деді. Ойлап отырмын, шелпек пісіріңіз. Мен негізі бұрын көп пісіредім шелпекті. Мына жерге сіздер істегеннен мен араласпайтынмын ғой асханаға. Соны бір күні сізге айтам дедім. Кешем, сіз жоқсыз. Ақыры өзім пісірдім шелпекті. Сол кезде мен мазам кетіп келді. Өйткені көп ауыртпашылық жүктелді да маған. Ойлап неге болып кетті маған деп. Мен ата салады шелпек пісіріп аламын. Соны келіп мына жерде сіздердің сізге енді біздікі жаңағы асхана кірмей ақ қойын, әйелдер бар ғой, ісі салсын деп не ғой біздікі енді. Бірақ өзіме пісірді сонда. Бірақ енді бұл жерде шелпек пісірген кезде менің бір мақтанған емес жақсы қасиетім, бірінші шелпек пісіріп тұрып, мен отырып, зірлеп отырып дұға тілеймін Алладан. Алла тағала бір өз ризалығы үшін Құдайынан 7 шелпек илеуге ниет қылдым деп. Сол илеп боламын. Бәрі көтерілгеннен кейін пісіретін кезде тапақшылар тағы да отырып дұға тілеймін Алла ризалығы үшін деп. Сосын барып соламын. Бұрын мен ертеректе шелпек пісірген кезде басқа қалада жүргенде Абай атаның рухына деп өзін тілеп тұрып, ата сұрап тұрып қай ата деп, Арыста бабаның рухына бөлек-бөлек салатындығым. Міне, ол шелпектің сол әруаққа бағыштаған, әруақ қолын кейін қайтармайды шықша. Береді қолдауын, әрқашанда береді. Өйткені бір осындай жағдай болды. Шелпектің құдіреті ғой мынау екібастұз Астанада мынау Герценда тұрған кезде осындай шелпек пісіріп жатырмын. 3 қадым жер мынандай, 3 қадым. Есік тұр. Сағат 12 бірдің кез, түскі кез. 12 бірдің кез. Соны шелпек жаңағы салып жатырмын. Есікті отырып ұрды. Тарс қатты ұрып жіберді. Мен бардым да ашық болдым, кім екенін ешкім жоқ. Сонда әруақтың белгісі келіп тұрмыз деп тұр. Мен сол таң қалдым. Ол хикмет. Сосын біреуі Екібастұз қаласында болды. Екібастұз қаласында ол жерде жаңағы мен сол шелпек істеп жаттым. Осы сол нан жайып. Сосын қамырды былай тізіп қойса созып бөлейін деп жаттым сол кезде.
Соңына келгенде мына бір кісі түсірген ғой былай. Түсіріп алған жаңағы соткаға түсірген. А ол жерде терезе жоқ. Терезе бар мында бір, бірақ ар жағы қара көлеңке. Қара көлеңке осындай. Енді ана түсіріп болып, ана кісі маңғырады, маңғырады, не қарасам, сурет қарасам, ана шелпекте нұр шашып тұр ғой, нұр. Жарып бөлменің іші. Сонда бұл жерде не? Бізге аруақты көрсетіп тұр. Шелпектен қадірі өте биік деп. Оны кейбіреу місе тұтпайды ғой. Біреулер мен енді кей қарным ашады. Мына шелпекті кейбіреу алады да, мына майды салады да, бүйтіп салып шығара салады, шылықтып майды. Дұрыс емес. Шелпекті майды қайната керек. Сосын кәдімгі қуыру керек мынау. Көтерілу керек, әдемі болып пісу керек. Ертеңге әдемі пісу керек. Дәмді болып шелпек деген. Құдайынан ғой ол. Әдемі пісіру керек. Жеген адамға шифа болады. Ал өтірік пісіре салады, кейде жей алмайсың ана шелпекті. Май шылқып тұрады. Көрдің, бұл адам ниетсіздігінен. Дұрыс емес ол нәрсе. Шелпек пісірдің ба, ертең Құдайдың алдында, мынау Құдайдың алдында ертең сұрау болады. Мына шелпек наның ертең Құдай алдынан шығады не? Садақа болып. Мына шығады, мен мақтанғаным емес. Мына шығады не? Өйткені мен өзім айтайын, мен енді айтсам 100 рет істеген шығармын шелпекті. Осы кезге дейін 100 рет шелпек тұрған шығармын. Өте айтпаймын, мақтанғаным емес. 100 рет өз қолым шелпек тұрған шығармын. Сондықтан ол ертең қадір алдынан шығады. Біз күнәміз көп қой. Бірақ Алла тағала соны есептейді бәрін. Алланың рахымы сол. Жамандығың да, жақсылығың да жарыққа шығарады. Сонда мына бір күнәң бар ма, мына шелпекті қояды алдыңа, міне. Бір күнәң бар ма, бір садақаңды қояды, міне. Сөйтіп істеген садақаң арқылы сен күнәңді шегеріп отырады. Бірақ ең бастысы Алланың рахымы. Алланың рахымы пейіліне түседі. Рахымын алып шығарады. Айтып жатады ғой, құрбандық шалмаса да Құдай шай. Бұрын мұны айтып тұрғанда, айтып отырған ағамыз айтып қанша иіс деп. Ал бұрын айтатын, кей кісілер үйінде барғанда шелпек деп айтты кейбір, иіс шығару керек дейді. Иіс. Сонда мына шелпекті қуырған кезде иіс шығады, керемет иіс. Бірақ әлемде жоқ иіс ол. Бұл иіс әлемде жоқ. Әлемде жоқ бұл иіс. Қандай тамақ істе бер, шелпекте иісі жетпейді ол. Ерекше. Көрдіңіз бе? Бұл жерде бәрі бір-бірімен байланысты. Сонда бұрынғы мысалы біздің бабаларымыз аруақ келген кезде иіске келеді. Ол шелпек жемейді ғой олар. Осыны кейбір адамдар айтады ғой, шелпек пісірмей-ақ майдың иісін шығара салып деп. Ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Шелпекті пісіру керек. Оны адам бісмілләді ауыз тие керек. Дұғасын тілеу керек, батасын беру керек. Болды. Майдың иісі шықса болды, майды былай тамызып жібер, иісі шықса болды дейді. Негізі қазір қалада, біреудің үйінен нан алып берсең, көршіңе бар, орыс болып кеткендер, дома естіп хлеб дейді. Надандық қайда жаздар. Ал оның адам ауыз тиіп, бісміллә қабыл болсын деген жеп қабыл болсын деп айтсаң, оған сауап жазылады. Оны ешқайсысына ұйғарып жатқан жоқ, ешкімге бәрібір. Сонда мен айтып шелпек пісіру. Мен Алматыда тұрған кезде Қалқаманда. Сонда мен жаңағы осы шелпек пісіремін үйде алған кезде. Сол терезеден қараймын, балалар ойнап жүреді. Әйтіп шығамын да, жетшілікті шығарып, мен деп айтамын, айтып болмай жүгіріп береді. Көп бала, тала болады. Сол үйге кіремін да, терезеден бүйтіп қарам, бөліп жеп отырады. Бәрі жеп отырады, шелпек. Көрдіңіз бе? Жүреді, ол сауап тиеді бәрібір. Баланың ниеті таза да, олар жеген жақсы балалар. Ақ көкірек қой олар қабыл болады. Сондықтан да шелпек пісіру. Қай қазақ болсын, қазір көп қой біздің орыстанып кеткендер, тіпті жаңа Европадан сасық иісін алғандар, Таиландқа барып жатқандар, кәпір болып кеткендер, олар шелпектің екенін білмейді. Олар бұм түк жоқ бастарында. Ойламайды ештеңе. Ақырет ойлау сол. Мынау шелпекті таза ниетпен пісіріп таратыңыз ба, сіз ақыретті ойлап жатсыз. Өзіңіздің ажықта бірдеме жинап аласыз. Дұрыс айтасың. Осындай әңгімені ер азаматтардың, бізде қазақ халқының ер азаматтары осының құдіретін, шелпектің білу керек, тиісті білуге. Осылай Нұрғиса сияқты ер азаматтар біліп отырса, әйелдер қайда барады? Пісіріп, шелпекті пісіріп, сөйтіп отырады ғой. Пісірмейтіндер де бар, мүлдем шелпекті. Қадірін білу керек шелпектің. Осындай қауіп қатерді әлежаладан қайтаратын. Ондай бір әңгіме болады. Аруақтар көбісі деді ғой, аруақ мынау деп шектейді. Оттаған имам олдылар. Мен Алматыда жүргенде, мен бір рет Алматыда жүрдім де, мен Алматыда жүрдім. Сосын Алматыда жүргеннен кейін мен бір қиын жағдай болып қалды менде. Қиын жағдай болып қалды да, сосын мен Арыстан шарашшыны айтатын. Ассалаумағалейкум. Құдай көбісі, құдайға амансыз ба, анау. Мен осылай жағдай тұрмын, істеймін деп. Нұрғиса 2 рет нәпіл намаз оқыда Арыстан бaba бақшаш деді. Көрдің ба? Міне. 2 рет нәпіл намаз оқыда Арыстан бaba бақшаш жіберді. Сол жерде мен нәпілді оқып, Құран
қоғамдық бақшылардың 5 минутке шешілді проблема. 5 минуттен кейін жағдай шешілді. Міне әулеттің құдіреті, мен сол кезде риза болдым ішінде кісіге. Ал бір анау шырақшы біледі, ол кісі ол кісі неде оқыған, Ташкентте оқыған кезінде білімді кісі. Енді ол кісі арысында екі рет нәпіл намазда бақшада дұға тіле жақсы болды. Оны істедім, артынша шешілді. Сондықтан да бұл жерде әруақ жоқ деген адамдарға ақымақ. Мені әруақ әрқашан қолдайды, желеп жібейді. Олар ешқашан бізді тастап кетпейді. Біз керісінше әруақ тастап қашамыз өзіміз бет-бетімізге. Өнер білім үйрену керек, бірақ бізді жалқаулығымыз, еріншектігіміз бізді жаңағы жібермейді. Әлі сол баяғы бала күніміздегі пәлекет, жас күнімізде сол әлі қалмай кетті, көлеңкеміз. Әлі жеңілмей жатыр. Өнер бізге өнер ол өнер үйреніп жаңағы керемет болып кеткен емес, өзің керек не ғой ол ана әрбір істеген қолмен бір жақсы істер сол өзінің жаңағы жаны хоты жүктеледі. Сондықтан айтып отырмын ғой 15 күн болды, қанша болды 20 күн болды ма мына кісіге айтып қоямын. Тері илеу керек ау. Мен тері сұлтан айтқан терін жинап қойшы Нұрсаға деп. Ой жинап қойын деп 60 тері жинап тастадым, сөйтіп әлі жүр мынау да. Өз кетейін отыр қашып мені тастап. Соны жарайды тәуге етіп отырмын. Жоқ шын ғой енді айттың ғой сен. Сөйтіп айтты маған. Сол ойладым мен жарайды бірдеңе істей шығарды. Көреміз деп. Жинап тастағам 60 тері жатыр. Тұздап тастадым бәрін. Тұздап, жақсылап. Енді арасында мал сояды, жігіттер кесіп тастайды кейбіреуін. Мен өзім кеспеймін. Бүйтіп іреп алып шығамын. Жинап қойдым құдайға шүкір. Енді мына екі ағам бар айтқанмын мен. Бұлар я дейді, сосын өзім ойланып жүрмін. Қой, өзім бастайын енді. Айтады ғой, өзі адам бастамаса болмайды деп. Сол реті келмей отыр деп. Бір-екі күнде бастасам деп отырмын, құдай қаласа. Бір енді ол адам біреу бастау керек іштен. Сондықтан мен тәуекел етемін. Өйткені аға көп айта береді ғой келген сайын аға. Ей Нұрғиса үйттің, ой Нұрғиса бүйттіп. Сол енді жоқ мен анда ол ағаға мен ол сөз жоқ. Бірақ кейде ол істегім келді, бірақ бірдем жібермейді да мені. Бірдем жібермейді. Соны таңғалып немен жібермейді мені. Енді бұл сөйтсем мына адам онда байламдары болады, шешілмей жатқан. Енді біз ана жерде ем салтынан сиқыршылардың келесі құтталай. Соның бәрі жүктеп алғанбыз ғой бойымызға. Кеше жүрген кезде көп нәрсе жүктеп алдым ғой, білмедім ғой өзім көп нәрсені. Соны айтуға мен кеше енді оның алдында мен бір істер істедім де осы жерде. Оның айтады аға сыйын береді деп. Бірдеме істедім де осы жерде. Ешкім айтпай ақ қой не істегенімді. Бір жақсы істер істедім де сол бірнеше күннен кейін түс көрдім. Түсімде келді де, қабан келді, дөу қабан келді де. Бір екі адам бар қасымда, әйелдер бар. Ана қабан тұрады да, маған қолыма шығып тұрады, сиеді кәдімгі айтқанда. Мына қолыма астан шығып, мына қолыма шығып тұрылды. Бүйтіп қалмай, қабан сиіп жатыр деп ескесем, сүзек емес, су таза. Таңертең тұрамын, мына қолым жеп-жеңіл. Шешіліпті. Шешілді мына қол. Енді мына қолым қалды. Енді кеше неше күн болды, мен нәпіл намаздан кейін тұрамын, сағат түнгі 2-ден кейін. Тұрып қар күреймін, 1 сағат, қар шығарамын. Енді неше күн болды, мына қолым ауырып жатыр. Сосын мына қолым тазартады енді. Көрдің ба? Алла береді сыйын солай. Соны мен ойлаймын, қой мен істей берейін. Ерінес ұйқым келіп тұрады, бірақ істейін деп. Сол істеп отырмын. Қар шығара берейін, бақшаға таси берейін. Мына жерден қар тазаланады, ана жаққа енді көктемде бақшаға су болады ғой. Соғып қой. Соны істей берейін, қарамайын ешкімге деп, тәуекел деп, қазір соны тазартып жатырмын. Соны мына жағым қазір ауырады. 2-3 күн болды ауырып жүр. Соны ойлап, мен тазарып жатыр екінші қолым. Көрдім, бұл жерде адам қойды ауыртпашылық көп. Өйткені ауыртпашылық кез келген жабысар. Мен бұрын көбінесе түсінбейтін тұғым. Ана жерде жатса тиындерді бұрын айтады ғой, тиын көрсең алды ақшаны деп. Алуға дұрыс емес екен. Кейін біліп жатырмын ғой, өйткені біз ал ақшаны. Алмай кетсең десем, жаңағы мінсінбеген не болса, сөйтсе негізінде ол ақшаны алмау керек екен. Өйткені кейбіреу арымдап тастайды. Ал біз оны жүктеп аламыз. Қазір соны түсініп жатырмын ғой. Анау мысалы баян басында мысалы білмейміз ғой, ақша жатады, алып садақа салып бір қымыз ішеміз қой, бере саламыз. Болмайды екен негізі. Өйткені ол жерге орыстар барады да, орыстар шашады садақа әдебиетін шашып. 9 жыл торамай жамандап кетсін деп. Ал біз оны білмейміз. Кейіннен соны ұқтым да алмайтын болдым. Ақша көрсе алмай кетейін деп орсын. Болмайды екен. Ол ақсы деп айтады ғой. Енді қалай болса да адам көп қой пендешілік. Пендешілікке біреу арам пиғылмен ұстайды. Соны аласың болды. Жабысады бәлеге.
сонымен кейіннен түсіндім ғой. Енді ата жолында хикметтер көп қой, қазір бізді тәрбиелеп отыр ғой. Сондықтан да бұл жерде былай айтқанда өзің бір қам жасап, қарекет жасап, сақтанбасаң болмайды екен. Яғни Сақтану шарасы болу керек. Сақтанып қалай сақтайды екен. Сондықтан біз енді не отырмыз мысалы. Енді өзіміздің жаңағы ана саяға бірдеме істейік деп. Сонда өзім ойым бар бірдеме. Сол істегім келеді, бірақ соны шет жағын қайдамыз, құдай қаласа бірдеме істегім келіп жүрді ғой өзім ойым. Сол мына темірді игеріп отыр ғой. Сварканы. Өткенде енді өзім ойлап отырмын, әруақтың қолдауы бар. Негізі маған аталар салады, ей балам сен де тұр ғой дейді. Бәрі тұр. Сен істеген нәрсең сол орында қалады, қалай болса. Өткенде енді аға айтты ғой, ертең сваркіле деді ғой ананы, құдықты. Қалай сваркілейін деді, ора салдым, әлі тұр ғой сол залы. Сол бар екен да бір, мен құнтығым екен, өзімнен бәрі кінә. Әшейін бүйтіп өтірік сварк салдым, ниетім ғой енді. Бірақ әлі тұр сынға жоқ, ұрып жатыр. Сол мен соны ойлаймын. Негізі істеу керек екен. А біз жаңағы тартыншақтаймыз, қуш жалқауlanамыз. Бар ғой, кім Амантай сваркілеп береді. Анау Сұлтан бар сваркілей салады. Ерсайна бар сваркілей салады. Соны біз өзіміз істеуіміз керек екен соны. Қазір енді ойлаймын, қой өзім істейін болмайды. Өйткені аталар қанша келіп маған айта береді. Аруақтар. Ескертеді маған келіп, айтады, ескертеді. Өтірік емес, маған салады деп жүрегіме. Мынаны істе деп. Тоқтама балам, істей бер, жақсылық. Айтып отырады. Мен жалқауланамын, өтірік емес. 4-5 күн ұйқы басып жүр қазір. Танауыздан келіп жатып ұйықтап қаламын. Кейде талпынып тұрамын, түсіп кетемін. Кейде ұйықтап қаламын. Ұйықтаған кезде маған айтады, ұйықтама балам дейді. Ұйықтасаң, ана пәлеге басып тастайды. Ойыңды бәрін байлап тастайды. Өйткені қазір ақ пен қара таласып жатыр деп. Сен үшін. Сосын тылсымнан Құран тұр, Құраныңды ал дейді маған. А мен ол қазір айтқанда соның бәріне кірісу үшін өзім ойлап жүрмін. Болмайды екен, алға талпыну керек екен негізі. Енді құдай қаласа терін илеу керек. Енді көкем бар енді. Алғаш сүйреу керек отыр, амал жоқ енді. Алдыға басып. Бұл кісілер жасы келген кісілер ғой енді. Мен жаспын ғой бұл кісілерге енді ширақтың ғой. келді ғой енді. Сондықтан да болмайды. Жас келген емес, ол негізі бірден істеу керек бізге. Сонда да шаршап нетесің енді. Сондықтан да жалқаулық болмайды екен. Мен де таңы Қазір бір қарекетпен алып шығуымыз керек. Бірдеме қимылымыз болмайды екен. Мен өзім соңғы кезде ойлап жүрмін, болмайды. Өйткені намаз оқып, білім ол бір бөлек нәрсе, ал өнер жолы бір бөлек нәрсе екен. Өнер бөлек жол екен. Сондықтан да бірдеме істеу керек деп ұйғарып отырмын. ас дайындағанда менде уақытта болмай қалады кейде. Дәл тура намаз оқитын кезде қызу жұмыс жүріп жатады, тамақ дайындап. Сондайда кейде менде намазым оқылмай қалады мысалы үшін. Бірақ ойлаймын мен, артынан енді өтейсің ғой. Артынан өтейсің. Бірақ ойлаймын, сол мені намазым осы кейде. Ер азаматтарға тамақ пісіп жатамын. Әртүрлі, әркімнің мінезі әртүрлі, әрқалай екен, былай қарап отырсам. Әр адам әрқалай өзінше, мысалы үшін. Мен де кейде тамақ дайындағанда қарап отырам ғой. Әркім мінезі әртүрлі. Осында. Сондықтан да бұл жерде шелбекті пісіру керек та, шелбекті. Қалай? Шелбекті пісіру керек негізі. Бүкіл қазақ баласы. Басайын пісіріп отыру керек қой. Орда болған. Шелбек деген ол адам ойынан адам ойлап тапқан нәрсе емес ол шелбек деген. Әрине. Өйткені мынау халық біле жатыр. Шелбекті қазақ халқына берген Алла тағала. Оны басқа ұлттарға берген, басқа ұлттарға басқаша берген шығар. Бірақ мысалы мынау айтады ғой, пайғамбар айтады, бір сахаби айтады да, Расулалла осы Алла несі мынау нанды мен садақа, Құдай жолынан садақа таратсам, сауабы қанша дейді. Оларға тандырдан ғой енді, мына шелек түсіреді олар. Сонда айтады пайғамбар, сенің мына таратқан наның дейді, 100 ракат нәпіл намаздан артық қой дейді. 100 ракат нәпіл намаздан берген бір наның артық қой дейді. Сонда олар енді қалаш па, бір тандырма пісіреді ғой, бұнда шелбек жоқ қой. Сонда қарасам бізге Құдай тағала шелбек беріп тұр ғой, қазақ халқына шелбекті беріп тұр. А соны шығаруға бізде не жоқ, құқық жоқ. А шығарған өзінде мен талай жерде болдым, өтірік пісіре салады шелбекті. Осы қабат үйлерде тұрады ғой, қабат үйлерде тұратындар осы қиналады шелпекті пісіреді ғой, жұма күні мысалы үшін. Соны таратса, ешкім алмайды бір-бірінен. Осы қазақтар тұрады ғой, таратады ғой, шелпек ауыз тиін ішсе алмайды мысалы үшін.
бір подъезде тұрып, мысалы үшін. Көп болса бір адам алса алады, ауыз тиіп, жоламайды, мысалы үшін. Сондықтан айтып отырмын ғой, таза ниет болу керек, таза ниет. Егер де ол адам қолын жайып, Алладан тілеп, шын ниетпен жақсылап пісірсе, ол өзі-ақ кетіп қалады жетпейді. Аллахтың адамды өзі-ақ тауып береді Алла тағала. Көрдіңіз бе? Ал бұл ниет дұрыс емес, өтірік қалай болса киінеді, дәрет бар ма, құдай жоқ, бар ма, кім біледі оны, қандай адам пісіріп жатыр. Сол керек ол, нан Алла қабыл қылмайды. Түсіндіңіз ба? Мен айтып отырмын, мен мақтанған емес, шелпегім жерде қалған емес. Айтып отырмын ғой, мен қай кезде Екібастұз, Алматы болсын, астын қай жерде болды шелпек пісіріп жүрдім мен, Алматы болсын, Екібастұз, Астана болсын, Қарағанды болсын, бірақ менде қалған емес. Шелпек мен Қырғызстанда да пісіргенмін. Сол күнде ол адам өзіне беретін нәрсе ғой. Ниетіңе береді Алла тағала. Қалай не болады? Ниетіңе береді Алла тағала. Ниетіңе байланысты не оның бәрі.